Берік аға, сәлематсыз ба? Ең Қайырлы күн. Дизайнеріміз. Басуға боламай ма? Болмайды. Сіз ер азаматтың айналысатын ісімен Аян екеуміз бүлдірдік, пингвин Дизайнер ретінде айтыңызшы, қалай идея? Пингвинге ұқсап тұрған жоқ, что-то. Болмасаң да ұқсатпақ дейді ғой, яғни емес. Байлаңыз. Неге ұқсап тұрмаған? Көрермендерге көрсетіңіз. Көрермендер көрсеткен кезде жаңағы жазда дачаларда жасайды ғой, жаңағы бір аюлар, бірден гүлденесіне қойып қойды, сондайларға ұқсайды. Иә, қорқытатын. Пугач дейді, пугач. Пугач емес. Онда сол дачаға қойып қоясыз. Дизайнерское решение. Сізге сыйлық. Ой, рахмет. Соны Су болар шығаршы, Жоқ, обманка. Обманка ғой, мен қазір оны есеп беремін. Жарайды, Аяна бітіре берсін, екеуміз отырып асықпайық. Біз қазір, құрметті достар, жарнамадан кейін міндетті түрде Берік ағамызбен сұхбатымызды бастайтын боламыз. Еліміздегі ең танымал, ең алғашқы дизайнер, иә? Көптеген әртістер сахнаға шығардың алдында міндетті түрде Берік ағамызға барады, көйлегін тіктіреді, сақадай сай дайындап береді де халыққа шығып таң қалдырады. Құрметті достар, біз лайв студия бағдарламасын одан әрі жалғастыратын боламыз. Бізде студияда қонақта дизайнер Берік Смайылов. Берік аға, армысыз тағы да, көңіл-күйіңіз қалай? Қуаныштымын. Жаңа эфирден тыс немерелерім ғой деп немерелеріме мақтанып алды. Құдай көпсінбесін, көп болсын немерелеріңіз. Бастарың келсін. Рахмет, әумин. Берік аға, енді бүгінгі тақырыбымыз жігітке жеті өнерде аз деген. Енді қазақстандық ең алғашқы дизайнер ретінде танымалсыз. Қаншама сіз әртістер, жұлдыздарды киімдермен әрлеп сахнаға шығуға көмектестіңіз. Қашан келдіңіз тігіншілікке? Ой, заяу. Негізінде қазір осы модаға айналып кетті ғой қазір. Екінің бірі тігінші, екінің бірі дизайнер қазір. Өкірт бір ақша табудың бір жол сияқты қазір. Негізі мен бұл салаға өте қиыншылықпен келдім, шынын айтсам. Бұл айта кетсем, бұл өнер деген қолда келген, біз 10 жанұяда 10 бала туғанбыз. 5 қыз, 5 ұл. Соның ішінде бұл қанмен келген нәрсе деп айтсам, ешоты қателеспеймін, өйткені менің анам да, әкем де бәрі өнер адамдар болатын. Рабочий класс дейді ғой. Әкелеріміз баяғыда осы үлкен жаңағы апам жаңағы олардың жаңағы киімдерін сөйтіп өстік қой бәріміз. Ескі құтқысын киіп жаңағы үлкен ағаларымыздың. Сол бірінші класс, екінші класс оқып жүргенде білмеймін жаңағы үлкен апамның жаңағы сон жағында түйме сол пұлыш пальто кез мектепке жібермейтін. Ол қыздық ма, балаңдың бәрібір болатын ол кездерде. Сол соны байқап ойлайтын, неге бұны жасаймын деп. Содан әке-шешелеріміз соны алады өздері пішіп, өздері қиып тігіп бізе киіндіріп жібере беретін жаңағы. Термен айналысатын, сыпырғында бойлайтын, кілемді тоқитын. Сол өнер сол оның ішінде сол маған дарыған екен сол бала кезімде. Бірақ мынау қазақ балаға бұл тәнті нәрсе емес қой енді. Бала кезімізден жаңа мектепте оқығанда киім жетіспейді, жаңа құр 70 сом әкеміздің айлықтары бірінде ескі құтқысын киіп сөйтіп өскеннен кейін ерекше болғың келеді. Жаңа ескі нәрсесін кигің келмейді жаңағы. Бір 15, 14, 15 жас болғаннан кейін қыздарға қырыңдайсың жаңағы. Иә, сол жаңағы. Сол кезде көйлектерді бүйтіп ушивать етіп, жаңағы денеге тырыстырып, бедрақ деген шалбар болады. Солардың бәрін өзім бүйтіп кесіп, соны жасай береді екенмін жаңағы. Өзіңіздің жағдайыңызды жасадыңыз ғой, әдемілік болудың амалын. Сол кезде анам талқан сатады базарда. Сол кезде тігін машина аяқпен тіккізіп қойып, қалта тіккізеді жаңа қағаз, поштаның қағазынан. Қалта тіккізіп, сол қалта талқандарды салып, сол базарға сол талқан. Сол кезде басталды десе, мен қателеспеймін. Бірақ кейіннен кейін үлкен өсеген кезде өзінен бір дарын келіп, жаңағы бүйтіп жаңа матаны бір қызықтым ба жаңағы сондай көйлектерді өзіме кесіп фантазия керек қой, қиялы керек қой. Қиялы болып, сондай художниктер қиял дейді ғой негізі. Кей кезде өзім қиялға кіріп кеткен кезде анам айтады, мына тағы жын ұрыпты деп жаңағы. Сондай мәселе болатын. Енді тігіншіге ең алдымен суретші болу керек деп естідім, рас па? Сөйтіп суретші деп айтады, бірақ көбінде мынау әйгілі жаңа Францияның Коко Шанель, Ив Сен Лоран деген сурет салу білмейді. Білмеген, просто конструкция. Мен де мысалы сурет сала алмаймын. Айтып тұрасыз ғой, осылай арнайы адамдар бар. Бірақ негізі матаны қойып, художник жаңағы сурет салса, сол суретті былай мынау матада мынау шығады, мынау шықпайды деп оның бәрін өзгерте аламын. Үйлестіре аласыз. Үйлестіре аламын. Менің басқа жағынан негізінде ел мынау көбінде адамдар қателеседі, мен дизайнер-конструктор деп атауға болады. Иә, мен өзім негізі өз мамандығым сол, бірақ кезінде біздің кезімізде бұл ұятты нәрсе болды ғой, ер азамат көбінде мынау атқа шауып, көкпар шауып, жаңағы сондай сезінеді ғой негізінде. Әлі де сол. Бұл че греха таит демекші жаңағы. Өзім әкем де баяғы киімдерді апарып Польшаға барып сатып жүрген кезде өзім әкем айтқан, егер ол саудагершілікпен сотталып кетсең, бір қолымды созбаймын деген сөзде бұрат марқұм әкемнің айтқаны.
киімдерді тігіп Польшаға барып сатып күн көрістің амалы, 2 баламыз бар. Бірақ сол бала кезімде киім тігіп жүрген кезде күлген адамдар көп болды маған. Арадан да, көршілерден, қатынның тірлігі деп, нағыз ауылдың жалпақ сөзін айтқан кезде. Сол кезде мейлі онда дедім де, нағыз ол елдің бәрі біледі ғой, инженер конструктор авиация деп, өзім политехнический институт бітірдім мен. 11 жыл авиационный заводта ұшақ соқтым. Россияда авиационный политехнический институт бітіріп, с отличием. Сөйтіп, соны инженер-конструкторды маманын алып, Ташкентский авиазаводта 11 жыл қызмет жасадым. Әйтеуір бір конструкторды тастамаған екенсіз. Тастамаған. Сондықтан мен өзім ойлаймын, мүмкін құрастыру дейді, иә? ол да бір жағынан кешіріңіздер, ол да бір жағынан дұрыс болған шығар негізінде. Жаңа конструирование білген себебі, чертеж ғой, адамның дене бітімінің бәрі ол да өлшемі. Өлшем жаңа конструирование деген, мынау киімді өлшеу үшін оған да конструкция чертеж керек. Сондықтан мен алған бірінші маманым инженер-конструктор авиации, сол киімнің адам дене бітімін өлшеуге соған үлес қосты деп айтсам. Берік аға, қалай ойлайсыз? Қай мамандық, қай іс ер азаматқа келмейді? Қайсына қарсысыз? Қазіргі заман. Қазіргі заманда мен ойлаймын, көбінде мінеке біздің қаншалықты жастарымыз бар, жұмыс таппай жүрген ер азаматтарымыз бар. Өзімді еркек деп санап жүретін. Оның әйелдері қолдарына ала сумканы алып, азаннан кешке дейін Қытайда жүреді, базарда жүреді, еркектері шалқып жатады. О, еркек қана диванда жатқанын айтсаңшы деп. Мысалы, солардың бәрі ойлайды, мынау жұмысты істеуге болмайды, мынау жасауға болмайды. Мен ойлаймын, мынау жанұяңды асырау үшін қандай жұмыс жасаң да, Абайдың да сөзі бар ғой, есектің артын мал тап деген. Сондықтан мен ешқандай ұяты жоқ деп ойлаймын. Егер сен өзің жанұяңды мысалы асырап жатсаң, табыс әкеп жатса, мысалы сотырлып. Бізде мен авиазаводта істеген кезде, ол лохматый 90 дейді, 90 жылдары адам деген пытырап кеттік қой бәріміз. Бізге жасап атқан жұмыс ешкімге керек болмай қалды. Қаншалықты жалақымызды бермей жатты заводта, жаңағы 125 сом айлық табамыз соны. Оны тапқан уақытылы бермейді. Сондықтан жетіскенімізден кеткен жоқпыз ғой бәріміз. Пытырап Қытайдың ала сумкасын алып, жаңа Москваға да кетті, киім алып саттық. Өйткені мен ол кезде 25-26 жасармын ол кезде. Бізге оңай болды. Мүмкіндігінше барлығы нәпақасын тапты. Ауысып кетуге оңай болды да бізге. Амал жоқтан жаңағы көбір киімдерді алып, юбка тіктік, юбкілерге етек салып, оларды саттық. Қазіргі заманда оңай ғой, балада қол өнері кішкене бола батса, әкелер соны Италияға да жіберіп жатыр. Оқытып, ақшаларын жұмсап, ана жаққа да жіберіп оқытып, ательеде ашып беріп жатқан адамдар бар. Көбінде жас мамандар дизайнерлерді атын атауға ұялып отыр мысалы. Оның біреуінің әкесі әкімшілікте бір жерде жасап жатыр. Екіншінің громкая фамилия. Жаңағы егер менің фамилиям сондай болып жатса, мен де баяғы мұндай жерге бұрыннан жетер едім, шынын айтқан кезде. Рахмет. Берік аға, дәл қазір назарларыңыз экранда болсын, фрагмент тамашалайық, сонан соң осы фрагментті талқылайтын боламыз. Мадамы, по сведениям тети Глаши, наш новый историк – мужчина. О, да. Боже мой, какое счастье! Рекомендую всем привести себя в порядок. И впредь публичные юбки не задирать, чулки не поправлять и новыми комбинациями не хвастаться. Все должно быть шарман. Черт подери. Ну, слава богу, будет теперь хоть у кого прикурить. Серафима Павловна, а на кого он похож? Забудьте об амурах, милочка. По сведениям тети Глаши, у него личная драма. Берік аға, енді бұл өте танымал большая перемена фильмі. Енді әйелдердің арасында жұмыс істеу өте қиын деп жатыр, қыздар мен қыздар. Конкуренция, бәсекелестік деген бар. Сіз үнемі қыз-келіншектердің арасында жұмыс істеген шығарсыз. Әлі істеп жүрмін ғой. Әлі күнге дейін істеп жүрсіз ғой. Қалай екен олардың ортасына жұмыс істеген? 25 қыз-келіншек, мына киноны көріп, баяғы жас шағым есіме түсіріп жатыр жаңағы. Светлана Крючкованың ішінде нас выбирают, мы выбираем деген. Сол киноға мынатын. Қыз-келіншектермен жұмыс істеу өте қиын. Оған бір сөзі бар ғой кімнің? Шекспирдің, по-моему, да? Вся жизнь театра и все мне актеры. Сондықтан о жүргеніңізде өзінше бір артист боласың. Үйге білгенізде әкенің рөлін ойнайсың. Жұмысқа келгенде мұны жұмысшы бастықтың несін ойлайсың. Бірақ сондықтан да әр әйел коллективінде ер азамат болғаннан бір жағынан дұрыс ау деп ойлаймын. Өйткені нағыз бәрі
әйел бола берсе, меніңше оның бәрі пытырап кетеді деп ойлаймын. Жеп қояды ғой бір-бірін. Ой, жегенде, даже мен жеп қоя алады негізде. Сондықтан көбінде, мен ол жерде жұмыс істегеннен кейін көбінде әйел адам екен деп кей кезде сезінбейсіңдер. Мынау шығармалық творческий адам болғаннан кейін кей кезде мынау жаман жаңағы матершина сөздерді кетіп қалады жаңағы. Сондықтан көбінде мынау руководитель ер азамат болғаннан кейін меніңше әйелдердің ішінде сол дұрыс ау деп ойлаймын. Аяқ тартып тұрады. Екіншіден мынау шынын айтқанда қандай жұмыс болсын, әйел жұмысы болсын, тігіншілік болсын, ер азаматтар ерекше сапалық жасайды ғой. Көңілдеріне келсе де, келмесе де. Бүкіл әлемде, табиғатта ер азаматтың әйелді қойып қойса, кім сұлу дейді? Ер азамат сұлу деп айтады екен ғой. Онда туғара ел азамат емес пе? Пропорция енді сондай бойынша. болғаннан кейін ер азамат пропорция ретінде де жаңағы оны басқаша тақырып бүгін шақырсаңдар оны айтып беремін. Әлемде мысалы тауықпен мекенді алсаң, мысалы қоразбен қайсы сұлу? Қораз? Әрине. Анау не бар ғой жаңағы павлинді алсаң, ойбой, бүйтіп тұрған кезде қайсы сұлу? Конечно. Енді Берік аға, айтыңызшы, жұлдыздардың ортасына қалай тап болдыңыз? Қалай қазір тек қана сіз деген celebrity дизайнер деп айтуға болады? 1994 жылы Алматыға келдіңіз. Роза Рымбаеваның өзіне киім тіктіңіз, Мақпал Жүнісова, Қанжым Шакизада, Меруерт Түсбаева сынды тікпеген адам жоқ. Бірінші оны Бибігүл Төлегенді, Димаш Құдайбергенді айтайын, ой, Құдай айта берсін көп бар. Димаш Құдайбергенде болды. Мақтай беріңіздер десеңші. Жоқ, елдің бәрі ойлайды, тек қана өнер адамдарымен жұмыс жасайды деп. Бір күні жаңағы өзіміздің жаңағы Назарбаевтың рөлін ойнаған жас кезінде Нұрлан Әлімжан. Иә, сол бір дүкеніне бір маталған кезде бері киім тіккізем десе, ойбай, бұл киім онда $3000 тұрады деп айтыпты. Өтірік ары кетсе бір $100, құдай бір $500 түседі, $3000 емес айтып қойын қазір тікелей эфирде. Сондықтан елдің бәрі ойлайды, жұлдыз адамдарға киім тіккеннен кейін бұның бәрі бағасын бәрі сондай. Оның ішінде жаңағы 10% жаңа жұлдыздар болса, оның ішінде қарапайым халық. Қазір міне түлектердің жаңағы мектеп бітіріп жатқандары бар, сол айта кететін. Бірақ олар қалай тап болған себеп деген осы 99 жылы Тасқын опап қайтыс болған кезде, ол кезде мектепте бір 20 квадрат нені өзім арендаға алып отқан кезім. Сол кезде Розаның өзінің жаңа Тасқын қайтқан кезде 99 жыл өзің берген есеп беру концерт болған кезде, сол кезде бір журналист алып келді сол кезде маған. И сол кезде соның бүкіл 4 киімін бүкіл концертке жасаған кезде содан өзімнің жаңа өмірім содан не алып десем, қателеспеймін. Өткенде отырған кезде бірінші рядта отырмын. Ол кезде жаспын. 30-дан енді 30-ға келген кезім. Мына жерінде Заманбек Нұрқадилов отыр, қасымда Мақпал Жүнісова. Бірінші рядта ол деген үлкен бақыт енді. Сол кезде Роза Рымбаева концерттен келіп, көлді алып шыққан кезде осы киімнің бәрін жасаған, мінекей Берік Исмаилов деген кезде әрине ол қазір ғой енді күнде көріп жатқаннан кейін. Аға Инстаграм жетпей жатты, суретке чекет түсіріп салып жүргенде звезда болып шығар едіңіз. Ол кезде отырған кезде бүкіл ауыл, бүкіл өзім ауылдан шықтық. Жалаң аяқ, жалаң бас. Вокзалдың түбінде қауын сатып жүрген, бетіміз бәрі торлама қауын. Күнде жаздың бәрі ешекпен жаңағы жантақ орудан басқа өмір. Сол келіп мінекей Роза Рымбаева көйлек тікті деген ол содан міне 20 жыл өтіп жатыр. Міне әлі тікелей байланыстамыз мінекей. Әлгіден сізге сенеді, әлгіден сізге тіктіреді. Келіп жатыр. Одан Мақпал Жүнісов, ол буынды айта берсек, Ескендір Хасанғалиев дейміз. Мына жыл Бибігүл Төлеген 80 жасқа толғанда бір көйлегін жасадым. Кеше альбомдарын бүйтіп ашып атсам, осы 2000 басында Кешу тобы бірінші составы. Баянның. Баян Есентаева, қазір келмейді ғой, жұлдыздар олардың бәрі енді. Ол кезде же Баян Есентаева. Сізден бастады ғой. Тікелей эфирде, Нашпилке дегенде Баяннан отырған кезде, оның бәрі ойлап қалсам тарих екен. Сол кезде Кешуін суретін кеше салып жерін жай. Мөлдір Әулбек, ол кезде Анелия. Аринова. Аға қараңызшы, сіз осы жұмысын артынан қуып жүріп, жарнама дегенді ұмытып кеттіңіз. Негізі қазіргі дизайнерлер сол сурет салудың, өзін жарнамалаудың арқасында танымал болып жүр. Сіз әлемге танымал дизайнер болатын едіңіз ба деп Валентина сияқты, еліміздің сол кісілер сияқты. Соны ойлаймын, қазір не жетпейді деп ойлаймын да кей кезде өзіме. Аллаға шүкір, балаларым өзінің жанұясы, бөлек біреу Астанада, біреу Алматыда, мына Лениннің бойында, бәрін үйлерін алып бердім. Осы саланың арқасында, тігінің арқасында. Және де немерелерім, кеше барымда немерем жаңағы бірінші класста оқиды, сыныпта жаңа пианино тартады. Барымда сол 500 мыңға пианиносын алып бердім. Аллаға шүкір деп отырмын, енді ондай нәрсеге. Осы еңбектің арқасында деп отырмын ғой жаңа. Сонда ойлаймын, не жетпейді сонда кей кезде. Дұрыс айтасыз, Құдайға шүкір ғой енді. Өзіңіздің линия одежда дейді ғой, ондай жоспарда жоқ па? Вот соны ойлаймын да кей кезде. Кей кезде мен индивидуальный пошив қой бізде көбінде. Индивидуальный пошив болғанда кей кезде маған мынандай клиенттер келеді, сантиметр өлшеп бергенде 150 сантиметр жетпейді бөкселеріне. Ол адамдарға мысалы қай жерде линия одежда сатып ала алмайды. Көбінде индивидуальный пошив деген Коко Шанель айтты, индивидуальный пошивтың өзі ерекше, неге қымбат тұрады?
өйткені адам біріншіден жан дүниесін қосады оған. Ол өзінің идеясы. ерекше болады, эксклюзивтік дүние, қайталанбайтын дүние. Сондықтан қазір ательелер көбінде мынау индивидуальный пошивтың қазір мынандай жеке мынау күнделік сату киімге ауысып кетіп жатқандар көп. Өйткені табысты табу өте оңай ғой. Сол кезде мен де сол киімдер сатып көрейінші бұрын жасадым. Аға, уақыттығы сізбен әңгімелесек 3 сағаттың өзі жетпейтін сияқты. Мінекей қымбат көрмен бағдарламамызға ең танымал, ең алғашқы дизайнер, тігінші инструктор Берік Исмаилов. Аға, үлкен рахмет.